Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым? Бүгін жақсы бір өлең оқығым келіп отыр, және де сіздерді жаңа кимешекпен таныстырғым келіп отыр. Күміс жолақ атты кимешек, рет саны 89, осындай күміс жіптермен көмкеріледі. Етегіне бахрама салынады, өстіп әдеміленіп, мойын тұсына таспаланып, осындай таспа салынады капроннан, және де осындай түрде киіледі. Таспаланған күміс жіптен салмасы әдемілеп оралады, және де күнекейінде де осындай күміс жіптерден әдеміленген осындай таспалар салынады. Енді бүгінгі күнгі жазылған сиясы кеппеген өлеңімді оқып бергім келіп отыр. Серілік пен сенбі кеп, демалар халқым қуана, саябаққа барып дән егіп, күзде өнімде көп алар. Бау бақшада демалып, көкке де шығып серуендер, қазаққа көктем келді деп, асық ойнап топ бала, көңілдене күлімдер. Табиғаты жерімнің қандай әсем қарашы, суретші салған, суретші ме деп қаласың. Қол ұстасқан бәрімен, ұласқан дарқан даламда, кең байтақ мына елімнің кендігіне қарашы. Көз тоймайды қарасаң, сұлуланған сүйкімді, гүлге толған даласы. Сау саламатта болыңыздар. Өмірлеріңізде әдемілік пен сұлулық, көркемдік пен әдемілік көп болсын. Құшақтарыңызға толған гүл болсын. Мерекелі күндеріңіз көп болсын. Сау саламатта болыңыздар.